Баршаңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын дегім келеді. Бүгінгі видеоблогта қызанақтың пайдасы туралы айтатын боламыз. Жалпы қызанақта қандай витаминдер бар, қандай ауруларға шипа болатын туралы айтамыз. Кәдімгі біздің жеп жүрген, жақсы көретін қып-қызыл помидор туралы болады. Каналға тіркеліп, подписка жасап қойыңыздар. Мені қолдап отырыңыздар. Баршаңызға мың алғыс. Қызанақ адам ағзасы үшін өте пайдалы. Құрамында витаминдерге өте бай көкөністің бірі. Былайша айтқанда, құрамында қышқыл, бұл каротин деген қышқыл бар. Бұл қышқыл үлкен адамдарда келешекте уақыт өте келе жүректің тамырлары бұл тарылып, тромбтар тұратын болады. Тромб тұрып қалуы, сонымен қатар варикозға да өте керемет көмектесетін витаминнің бірі. Бұл жаңағы каротин деген витамин қышқыл. Сол себепті жүрекпен ақауы бар, жүрекпен проблемасы бар адамдар күніне 1 штук қызанақ жесе өте пайдалы екен. Ал томатный сокты, бұл қызанақтың сүруге жарамды, нормально ашымаған, бұжымаған томатный сок болатын болса, бұны күнделікті ішу гастриттің алдын алады, және де гастритті емдеу кезінде өте жақсы керемет көмектеседі екен. Жалпы қызанақтың құрамында В1, В2, В5, В6 және де А, Е, С витаминдері түгел бар. Және де бұны үнемі жейтін болсаңыз, иммунитетіңіз жақсы болады. Оңайлықпен ауырмайсыз. Қызанақтың алғаш пайда болуы Оңтүстік Америка. Бұл жерде қызанақтың жабайы түрі және де жартылай мәдениетті түрі дамып бастаған. 16 ғасырда Испания, Португалия, одан әрмен Италия және де Францияға дейін таралған екен. Бастапқыда помидорды адамдар жеуге қорыққан, себебі улы деп санаған екен. Тек бақша өсімдігі ретінде ғана өсірілген екен. Көбіне осыдан 200 жыл бұрын Англияда құмыраға, әдемі құмыраларда өсірілген өсімдіктер ретінде болған. Алғаш рет құмыраға отырғызылған екен бұл помидорлар. Қызанақтың ал енді қандай ауруларға ем дейтін болсаңыз, онда тыңдаңыз. Жалпы бұл түрлі жаралар, мынау тері аурулары, түрлі экзема, псориаз деген сияқты түрлі тері ауруларына өте пайдалы. Күн сайын жеу керек ондай тері ауруымен ауыратын адамдарға. Және де қышқылдығы төмен гастриті болатын болса, асқазанында, асқазан ойық жаралары, сондай аурумен ауырған адамдарға тұз қосылмаған жағдайда қызанақты жеу керек, және де согына тұз қоспай ішу керек. Сондай ұсынылады. Стресс, күйзелістің алдын алады, сақтайды. Жүкті әйелдерге өте пайдалы, іштегі балаға да өте пайдалы. Және де мына үлкен кісілерде қартая келе көздерінде катаракта болады, соның алдын алады. Үнемі жейтін болсаңыз, жалпы көздің өткірлігін, өткір көруін, зрениенің жақсаруын қалыпқа келтіреді, көз ауруларының алдын алады, жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алады, қан айналымды жақсартады, қант диабеті, семіздікке шалдыққан адамдарға да өте пайдалы, иммунитетті жақсы көтереді, салмақ тастауға да керемет көмек береді. Күнделікті 1 штук болса да қызанақты жеп отыруларыңыз керек. Мен өзім естігенмін, бір туысқанымызда осылай қызанақты көп мөлшерде сатып алуға уақытсы, шамасы, қаржылай жағдайы жетпеген жағдайда күнделікті кәдімгі дүкенге барып 1 штук қызанақтан алып жеп жүретін. Содан көзімнің көруі жақсарды деп айтқан болатын. Содан да білемін, қызанақтың пайдасы өте мол екені туралы. Күнделікті жеңіздер, 1 штук болса да өзіңіздің денсаулығыңыз үшін жақсы жеңіздер. Әсіресе мынау жаздың күндері бізде кәдімгі табиғи, нағыз, жаңадан жұлынған қызанақтардың пайдасы біздің ағзамызға өте мол екен.
Ал енді зиянын айтатын болсам, 3 айдан асып кеткен, тұрып қалған қызанақтар, бір шеті іріген, шіріген қызанақтарды барынша жемеген абзал, себебі оның пайдасы болмайды. Және де срок годность 3 айдан асып кеткен қызанақ шырынын пайдалану бұл дұрыс емес. Себебі бүйрекке, қуыққа тас байлау қаупі өте жоғары екен. Сол себепті қызанақты үнемі жеңіздер. Баршаңызға пайдалы болды деген ойдамын. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Баршаңызға мың алғыс.